Ақмола облысы білім басқармасының Аршалы ауданы бойынша білім бөлімі Аршалы кентінің Жұмабек Ташенов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің кәсіподағы. Кәсіподақ өз жұмысында жұмыс беруші мен жұмыскерлер арасындағы еңбек қарым-қатынастарын реттейтін Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі, кәсіби одақтар туралы Қазақстан Республикасының заңы және Қазақстан Республикасының басқа да нормативті заңдық актілері негізінде жасалған ұжымдық шартты қолданады. Кәсіподақ ұйымы ұжымда сау моральдық климатты құрастыруды беретін тиімді әлеуметтік серіктестікті ұйымдастырудың маңызды қатысушысы. Бұл ұйымның әр мүшесі үшін өзінің шығармашылық және кәсіптік мұқтаждарын жүзеге асыру мүмкіндігі. Кәсіподақ мүшесі болу бүгінгі күні еңбек ететін әр адамның мұқтажына айналуы тиіс. Бұл тек құқықтық, материалдық қолдау және қорғаныстың кепілі ғана емес. Бұл азаматтық ұстаным көрсеткіші, ұжымдағы қауымдастық пен ынтымақтастықтың куәсі. Кәсіподақтың басты қызметі жұмыс істеуші азаматтардың әлеуметтік еңбек құқықтарын және кәсіптік қызығушылықтарын қорғау болып табылады. Аталмыш қызметті кез келген кәсіптік ұйымы мекеменің өзі қаншалықты мықты екендігіне орай сәтті орындайтын болады. Кәсіподақтың атқарушы комитетінің отырыстары айына бір рет, сонымен қатар қажеттілігіне қарай өткізіліп, оларда жоспарға қойылған іс-шараларды орындау бойынша кәсіподақ ұйымы жұмысының және жедел қатысуды талап ететін сұрақтар қарастырылады. Бүгінгі күні біздің мектебімізде кәсіподақ ұйымының құрамында 73 адам бар. Атқару комитетінің мүшелері жарғыға сәйкес кәсіподақтың негізгі мақсаттары мен міндеттері болып табылады. Кәсіподақтың жарғылық міндеттерін жүзеге асыру, әлеуметтік еңбек құқықтары мен кәсіподақ мүшелерінің кәсіби қызығушылықтарын қорғау. Қоғамда Қазақстан Республикасы Еңбек кодексі, Қазақстан Республикасының кәсіподақтар туралы заңын сақталуын бақылау, қоғамда жұмыскерлерінің аттестациясына қатысу, кәсіподақтың жеке және ұжымдық еңбек дауларын реттеуге қатысу, кәсіподақ мүшелеріне материалдық көмек көрсету, денсаулықтарын нығайту және бос уақыттарын ұйымдастыру, еңбек күзеті саласындағы заңнама сақталуын бақылау, кәсіподаққа қабылдау және кәсіподақ мүшелерінің есебін ұйымдастыру. Кәсіподақ жұмысына кәсіподақ мүшелерін тартуды қамтамасыз ететін жағдайлар туғызу. Кәсіптік ұйымның есебіне мүшелік жарнадан ай сайын қаражат түсіп отырады. Аталмыш қаражат кәсіподақ мүшелеріне материалдық көмек көрсетуге, мәдени спорттық іс-шараларды өткізуге, санаториялық, курорттық емдеу жолдамаларын сатып алуға және басқа да бағыттарға жұмсалады. Түскен қаржы мерекелік шараларға, сегізінші наурыз, жаңа жыл, наурыз мерекесі және қайырымдылық көмекке белсенді кәсіподақ мүшелерін марапаттауға, бағалы сыйлықтар алуға жұмсалады. Кәсіподақтың қызмет нысаны өз мүшелерінің еңбек, сондай-ақ басқа да әлеуметтік, экономикалық құқықтары мен мүдделеріне өкілдік ету және қорғау болып табылады. Кәсіподақ біздің үнемі мүддемізді қорғайды. Кәсіподақтың ұсынысымен бізде жылда демалу мүмкіндігі бар. Біз кәсіподақпен бірге қайырымдылық шараларын жасаймыз. Біздің кәсіподақтың жауапкершілігі мол. Біздің кәсіподақ ұстаздарға қолдау көрсетеді. Біз кәсіподақпен біргеміз.